Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық құрылымы және дамыған елдердегі шаруашылықтың аумақтық құрылымы. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз. Бірінші, дүниежүзінің шаруашылық аудандары. Екінші, жоғары дамыған аудандар. Ескі өнеркәсіптік аудандар және аграрлы елдер. Кеттік. Дүниежүзінің шаруашылық құрамы жалпы әлем бойынша 7 негізгі аймаққа жіктеледі. Оларға бізде мынау Солтүстік Америка, сосын Латын Америкасы, кейін Африка бөлігі, Австралия мен мына жақтағы мұхиттық аралдар бірге қоса. Сосын ТМД, мына жердегі тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Сосын шетелдік Еуропа. Шетелдік Еуропа дегеніміз бұл мынау батыс Еуропаны айтады. Шетелдік Еуропа деп. Ал мына жердегі шетелдік Азия дегеніміз бұл осы Орта Азияның түсінігінде мынау Шығыс Азия бөліктері, яғни бізге ұзақ Азия. Мына жақта Таиланд, Жапония, Корея, Филиппин, Тайвань сияқты аймақтарды біз шетелдік Азия деп атаймыз. Және де Қытайдың шығыс бөліктері кіреді. Міне осындай 7 негізгі аймаққа жіктеледі. Бұл аймақтардың әрқайсысының өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, Еуропа шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік деп жіктеледі. Яғни, мына жерде кішігірім Еуропаның батыс Еуропа, сосын шығыс Еуропа, солтүстік Еуропа және оңтүстік Еуропа деп жіктеледі. Міне осыған байланысты әртүрлі ерекшеліктері бар. Дүниежүзінің елдері бізде мынандай модельдер бойынша бөлінеді. Екі бөлікті модель. Бұның ішіне бізде дамыған елдер және дамушы елдер деп бөлінеді. Сосын үш бөлікті модель. Бұның ішіне бізде үш бөлікті модельге дамыған елдер, өтпелі экономика елдері және дамушы елдер кіреді. Көп бөлікті модельге бізде дүниежүзілік шаруашылықтың 10 орталыққа бөлінеді. Осындай ең негізгі 10 орталығы көрінеді осы модельде. Сосын жаңа үш бөлікті модель. Бұның ішіне біз ғаламдық орталықтар, яғни әлем орталықтары, мысалға әлемнің орталығы болып тұрған қалалар Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас деген сияқты. Сосын өтпелі аймақтар және шеткі аймақтар деп бөлінеді. Дамыған елдердегі шаруашылықтың аумақтық құрылымы бұлар бізде осылай бөлінеді. Мысалға біз батыс Еуропаның мысалына қарастырып көрсек, батыс Еуропаның экономикалық аудандарын 4 топқа бөледі. Қазір сіздермен осы батыс Еуропа мысалына қарастырамыз, ал негізгі ережесін қарасақ, мына жерде экономикалық аудандар типі бірінші жоғары дамыған аудандар, екінші ескі өнеркәсіпті аудандар, үшінші артта қалған аудандар, төртінші жаңадан игеріліп жатқан аудандар. Яғни Еуропадағы осындай аудандар қай жерде орналасқан, осыларды қарастырсақ. Бірінші, жоғары дамыған аудандар. Жоғары дамыған аудандарға біз осы Англиядағы Лондон, сосын Франциядағы үлкен Париж астаналық ауданын жатқызамыз. Париж бұл үлкен агломерация. Бұның жан-жанында кішігірім қалалар өте көп. Сондықтан бұл аймақ өте жоғары дамыған аудандарға жатады. Сосын Германияның оңтүстік аудандары, яғни Бавария, тағы Штутгарт сияқты аймақтарын жатқызамыз. Сосын Италиядағы Милан, Турин, Генуя өнеркәсіп үш бұрышы. Бұл Италиядағы осы үш қаланың үш бұрышты құраған ауданында, яғни ең озық технологиялық өндірістер орналасқан. Және экономикасы өте жоғары болып келеді осы аймақтарда. Сосын Нидерландтағы Рандстад агломерациясын жатқызамыз. Осы аймақтар жоғары дамыған аудандарға бөлінеді. Бұлар неге жоғары дамыған? Себебі осы Лондон, Париж, тағы Милан, Турин, тағы Германиядағы Мюнхен сияқты аймақтарда әлемнің қаржы орталықтары.
әлемдегі ең үлкен компаниялар, сосын әлемдегі ең жақсы дамыған өнеркәсіптер, ғылымға негізделген технологиялық өндірістер барлығы осы аймақтарда жиналған. Сондықтан бұл аймақтар жоғары дамыған аудандар болып есептелінеді. Сосын ескі өнеркәсіпті аудандар. Ескі өнеркәсіпті аудандар бұларға бізде Рейн мен Рур, яғни Германия жақтағы, сосын Батыс Мидленд, Ланкашир, Йоркшир, оңтүстік Уэльс, солтүстік аудан, Эльзас пен Лотарингия жатады. Яғни бұл аудандар неге ескі өнеркәсіп болып аталады? Себебі бұлар яғни өнеркәсіптің ескі түрімен айналысады. Мысалға, пайдалы қазбаларды өндіру, көмір өндіру, темір өндіру, тағы да басқа осындай түсті металлургия өндірумен айналысады. Сондықтан бұлар ескі өнеркәсіпті аудандар болып есептелінеді. Және де бұл өндірістер осыдан 200 жыл бұрын ойлап табылған. Яғни ескі өндірістің түрі болып саналады. Сондықтан осы батыс Еуропада ескі өнеркәсіпті аудандарға осыларды жатқызамыз. Және де бұлардың көп бөлігі осы Ұлыбританияда шоғырланған. Мысалға батыс Мидленд, Ланкашир, Йоркшир, оңтүстік Уэльс, тағы да басқалар. Бұл аудандар бізде көмір мен темір, тағы да басқа үлкен пайдалы қазбаларды шығарады. Сосын артта қалған аграрлық аудан. Артта қалған аграрлық аудандарға бұл бізде оңтүстік Италия, оңтүстік Италиядағы Сицилия, тағы да басқа аймақтарын жатқызамыз. Сосын Францияда орталық массив, яғни Бордо, Марсель, тағы да басқа қалаларын жатқызамыз Францияның. Сосын Аквитания, солтүстік батыс Корсика, Францияның аймақтары. Сосын Ұлыбританияда солтүстік Шотландия жатады. Неге? Бұл аймақтарда технологиялық озық өндірістер жоқ. Бұл аймақтың тұрғындары өте жоғары деңгейде осындай ауыл шаруашылық өнімдерін шығаруға бейімделген. Мысалға, бұлар жүзім өсіреді, зәйтүн өсіреді, тағы да басқа ауыл шаруашылығының көптеген көкөністер мен осындай жеміс жидектер өсірумен айналысады. Сондықтан бұлар бізде артта қалған аграрлық аудан деп аталады. Енді тіптен артта қалды деп айта алмаймыз, себебі бұлар батыс Еуропаның мемлекеттерінде орналасқан. Батыс Еуропаның мемлекеттері бұлар бізде әлемнің ең мықты дамыған елдерінің қатарында. Яғни осыған сәйкес бұларда да аграрлық өнеркәсіп өте жоғары деңгейде дамыған. Және де бұл аймақтағы біз артта қалған аграрлық аудан деп отырған жердегі адамдар көбінесе осы ауыл шаруашылығын жоғары деңгейде өндіруді үйренген. Сосын жаңадан игеріліп жатқан аудандар. Осы батыс Еуропада тіптен жаңадан игеріліп жатқан аудандар мүлдем қалмады деп айтсақ болады. Себебі батыс Еуропа, жалпы Еуропа жері бұл адамзат ең көп игерген жерлердің біріне жатады. Бұл жерде жаңадан игерілетін жерлер солтүстіктегі Норвегияның ормандары болмаса, және Данияның құрамындағы Гренландия аралы, Атлант мұхитының орталық солтүстігінде орналасқан Гренландия аралы бар ғой, әлемдегі ең үлкен арал. Сол жер жаңадан игеріліп жатыр. Және де әлем бойынша бізде солтүстік Америкадағы Аляска, ақш-тың Аляска штаты, сосын солтүстік Канада жатады. Солтүстік Канада аудандары бұлар адам аяғы аз тиген жерлердің қатарында. Және де бұл аймақтар ең көп игерілмеген жерлер. Міне осындай бізде. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.